Playtime немесе көкіренген ойын. Сіздерді Poppy Playtime ойынмен таныстыру керек емес секілді, өйткені Poppy Playtime атақты ойындардың ішіне кіреді. Және Poppy Playtime ойыны 2021 жылы 12 қазанда жарық көрген болатын. Бәріміз ойынның хоррор және де экшн түрде ойналатынын білетін шығармыз, бірақ та сіздер ойынның шын оқиғасын көріп білдіңіздер ме? Ал сіздер видеоны бос қарап отыра бермей, арнаға лайк басып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Шайларыңызды алып келіңіздер, жайғасып отырып алыңыздар. Ал біз кеттік. Барлығы 1990 жылы басталды. Өмірге Эллиот Людер атты адам өмірге келді. 30 жылдан кейін ол әлемге Playtime.com атты завод ұсынды. Яғни әлемге ойыншықтар ұсынған компания. Эллиот өзінің ойыншықтарымен әлемді қуандырғысы келді. Ол өзінің уақытының барлығын осы компания үшін жұмсағасын, оның отбасы одан жай ғана кетіп қалған болатын. Бірақ Эллиот ештеңеге қарамай жұмысын жасай берді. Және де Эллиот өзінің компаниясында не істеп және де не болатынын білмеді. 20 жылдан кейін Эллиот өзінің ең алғашқы 1950 жылы Poppy атты қарапайым қуыршақ шығарған болатын. Сіздер бұл қуыршақты айтпай-ақ та білетін шығарсыздар. Бұл өте реалистичный қуыршақ еді, оны тазартуға болатын еді, сөйлесуге де болады. Poppy Playtime 599. Poppy өте көптеген әлемдік хит болып бастады. Poppy шыққанның арқасында компания өте атақты бола алды. Және де бұл ойыншық үшін бұл өте көп ақша әкелді. Және де бұл тағы да басқа ойыншықтармен және де басқа компаниялармен Poppy'лерді қуантуға жететін еді. Бірақ Эллиоттың өзінің өмірі өте нашар болатын. Poppy атты ойыншық шыққаннан кейін Эллиоттың қызы қайтыс болады, бір шама себептермен. Ол осыдан кейін қалай өмір сүрерін білмеді, бірақ ол өзінің қызын тірілтуге жөн көреді. Өзінің ең алғашқы шығарған Poppy атты ойыншығымен тірілткісі келді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Оның қолынан келді. Қызының өзінің челасы Poppy'дің өзі болатын. Яғни Poppy Playtime'ның ең алғашқы ойыншығы. Сіздер ойында күнде осы қызды көрген болатыныздар. Бұл Poppy Playtime'ның ең сәтті болған эксперименті еді. Бірақ Poppy Playtime Poppy'дан басқа да басқа ойыншықтар шығарып бастады. Яғни осындай динозавр және осындай ойыншықтар шығарған болатын. Бірақ бұл ойыншықтар сәтті болмай тұрып, ойыншықтарына Huggy Wuggy атты ойыншық шыққан болатын. Бұл компанияға өте көптеген ақшамен және де көптеген балдарға ризашылық шығарды. Олар Kissy Missy атты ойыншықты шығарған болатын. Playtime компаниясына ақылды балдарды шақырған болатын. Яғни сол ақылды балдарды өзінің экскурсиясына шақырып, ойыншықтардың қалай жасалатынын көрсеткен болатын. Яғни солардың ішінде Харли Сойлер дейтін бір бала болыпты. Ол өте ақылды бала болатын ішінде. Оны Playtime.com компаниясына жаңадан басшы болуға шақырады. Ал Эллиоттың өзі баяғыда қайтыс болған еді. Ал сіздер осы Хайлерс компанияға келгеннен кейін не болған білесіздер ме? Достар, бұның бәрі дейтін YouTube'да запрещен болған. Өйткені менің ондай сөздер айтуға жасым жетпейді. Өйткені Poppy Playtime өте қорқынышты ойындардың біріне жатады. Және де бұндай видеоларды YouTube'ға салсам, менің каналымды банға тығады. Менің каналымды күнде YouTube қарайды. Сол үшін менің каналымды банға беріп тастауы мүмкін. Бұның бәрі маған YouTube өзі айтқан болатын. Сен болған мен Лексет. Пока-пока, чао. Достар, егерде осы ойынның историясын емес, тарихын қаласаңыздар, комментке жазып кетіңіздер.